Ананың ақ сүтін ақтау үшін Меккеге 3 рет арқалап барсаң да құтылмайсың дейді ғой. Осы рас сөз. Мен оны кейін түсіндім. Неге екенін білмеймін. Көп жылдар бойы анамның қабірінің басына аяқ баспап едім. 2004 жылы 100 жылдығы болғанда басын көтеріп, көп кісілер шақырып ас бердім. Сонда үлкен ақсақалдардан ата-анам жайлы бір аңыз естідім. Ол жайлы шешемнің айтқандарынан еміс-еміс есімде бартын. Балалықпен мән бермеген болуым керек. Ұмытыла бастаған. Сол оқиғаны бір қарт тірілтіп айтып берді. Менің әкем жас күнінде тыныштық заманда сері болыпты. Бір топ жолдастарымен ауыл-ауылға барып, ән салып, күй тартып, өзіне лайықты кісі іздеп жүреді. Әкем керемет күйші екен. Ауылға келген өнерлі жігіттерді бай естіп, үйіне шақырады. Ол бай менің нағашы атам. Үйінде бірнеше күн қонақ етіп жатқанда, бір күні оянып, Оңғарбайды шақырыңдаршы депті. Әкем барса, сен осы Әубәкірдің баласысың ғой дейді. Әкем иә депті. Ендеше сен бүгін ешқайда бұрылмай, үйіңе аттан, әкеңе айт, менің қызыма келіп құда түссін. 5 ұлдың ішіндегі кенжесі жалғыз қызым. Сол қызды ұнаса саған беремін дейді. Әкеме де анам ұнаған болуы керек, шаба жөнеледі. Анам марқұм ірі денелі, өжет, келбеті де келіскен қазақтың бір дөй қызы еді. Әкесі өзінің бай жолдасының баласына құдаласып отыр екен. Содан ол жолдасын шақырып көрген түсін баяндайды. Түсімде бір ақсақалды, ақ шапанды шал келіп, Еңсебай, қызыңды Әубәкірдің баласына бер, ол екеуінен елге танымал бір азамат туады деп айтты, деп жолдасына сырын жеткізеді. Жолдасы да құдайына қараған адам екен, келіседі. Алған қалың малын 9 еселеп қайтарып, нағашы атам қызын менің әкеме ұзатқан екен. Оқыған Ақмарал Жайлаубайқызы. Автор Тоқтар Әубәкіров.